Балалар, мына жерде 128 бетте 3-ші тапсырмада сендерге көрсетілген өлшем бірлігіне өрнектеу берілген. Миллиметр куб, сантиметр куб, дециметр куб, метр куб. Өткен жолы квадраттау кезінде балалар, мен сендерге айтқам, егер квадраттау керек болса, онда 2-0 тіркейміз деген болатын, немесе 2-0-ді алып тастаймыз. Ал кубтаған кезде балалар, біз 3-0 тіркейміз, немесе 3-0-ді жәнегі кемітіп алып тастайды екенбіз. Бізде мысалы былай дейді: 15 метр кубты дециметр кубқа айландыруымыз керек. Дециметр кубқа. Ол үшін балалар, мен міне 15 метр кубты тауып алдым. Енді мен дециметр кубқа айландыру үшін, мына бірден келесі дециметр кубқа айландыру үшін 15-ін өзін жазамын да, куб болғандықтан балалар, мен артына 3-0 тіркеймін. Сонда менде 15.000 куб дециметрға тең болады. Ал егер де менде жәнегі 1 миллион миллиметр куб осыны сантиметр кубқа айландыруым керек. Ол үшін балалар, миллиметр куб, міне менде миллиметр кубты таптым. Осы жерде сантиметр кубқа айландыру үшін жәнегі сантиметр куб сантиметр миллиметрдан артық болғандықтан мен 3-0-ді бірден азайтып тастаймын. Менде 3-0-ді алып тастағанда миллионда 3-0 қалады, 1000 сантиметр куб болады. Осылай жеңіл жолымен балалар есептеулеріңе болады. Өткен жолда квадраттауды көрсеткенмін, мынау кубтау. Бұлардың айырмашылығы тек нөлдердің санында ғана. Квадратта 2-0, кубта 3-0 болады.